сыныктыруу пәні дене мәдениеті және спорттық теориясы мен әдістеме кафедрасының аға оқытушысы магистр Өскенбаев Айдын Нұрқасұлы. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз дәріс тақырыбы волейбол ойнау тәсілдері, допты төменнен жоғарыдан қабылдау. Сабақтың мақсаты допты қабылдау әдісін толық меңгерту, спорттық қабілеттерін дамыту, салауаттылыққа тәрбиелеу. Сабақтың кезеңдері: түсіндірме кезең, практикалық кезең, аяқталу кезеңі. Негізгі бөлім: волейболшының қалпы, яғни волейболшының тұрысы. Волейболшының қалпы оның кез келген бағытта қозғалысты бастауына, сонымен бірге қажетті жағдайда кез келген тәсілді орындауына мүмкіндік беретін бастапқы жағдайы. Ойын барысында ойыншы көп уақыт бойы негізгі тұрыста болады. Енді волейбол ойыны болғандықтан, волейбол ойынын аланымен таныса кетуіміз керек. Яғни слайдта көріп тұрғандықтай, волейбол ойыны аланы қанша, шаршы қанша болу керек, волейбол ойынның өзі нақты ойнайтын аланы қандай болу керек, қосымша аландары қандай болу керек екені слайдта көрсетілген. Енді волейбол ойынның ең бір ерекшелігі, басқа ойындарында әрбір ойынның өзінің бір ерекшелігі, ол ойын техникасын жақсы меңгеру. Волейбол ойынның техникалары: шабуылдау деген, құлау, қабылдау, топты берілуі, топтың берілуі, топты ойынға қосу, тосқауыл қою. Яғни бір осы ойын тәсілдерін, волейбол ойынын жақсы меңгеріп ойнау үшін осы ойын тәсілдерін бәрін толық меңгеруіміз қажет. Енді бір сабақта, дәріс сабағында бұнымен тоқталып, практикалық сабақта бұның бәрін меңгеру мүмкін емес. Сондықтан бүгінгі сабақта ойынның жәнегі доп беру әдістерінде тоқтала кетеміз. Енді волейбол ойынның көбі білесіздер, ойында жәнегі екі команда, сетканың екі жақ шетінде 6-6 адамнан ойнайды. Бұл волейбол ойыны спорттық ойындық болғандықтан, бұның өзінің қатаң ережесі болады. Сол ережеге сәйкес ойыншыларының жәнегі волейбол алаңында орналасу тәртібі. Бұл жәнегі слайдта көрсетіліп тұрғандай, 1-ші номер, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші номер деп, әрбір волейболшының өзінің ойын алаңында тұратын орны. Арнайы жаттығулар: алаңда орын ауыстыра білу, алғашында асықпай орынды ауыстыра білуге дағдылану, мұғалімнің ысқырығы арқылы бір мезгілде алаңда орынды тез ауыстыра білуіне көңіл бөлу. Екінші, допты төменнен алу әдісін алғашқы элементтерін үйрену. Волейбол ойынның элементтері бар арнайы ойын ұйымдастыру. Мұғалімнің бұйрығы арқылы алаңдағы оқушылар қолды бір мезгілде допты төменнен қабылдау әдісін үйрену. Допты жоғарыдан беру, қабылдау әдісін алғашқы элементтерін үйрету. Тік тұрған қалыптан ойыншы бір аяқты екіншісінің жанына қойып, допты жоғарыдан берудің ерекше жағдайына көшеді. Бұл жағдайда бүгілген аяқтар бір бағытта болады. Төртінші, допты жоғарыдан беру, қабылдау кезінде кететін кемшіліктер. Қатар қойылған аяқтардың қозғалысындағы кішкентай сәтсіздік кез келген қозғалыстың дағдыны бұзып, кеуденің қысайына келіп соғады. Допты ойынға қосу, жәнегі слайдта көріп тұрғаныңыздай, допты ойынға тіке тура беру арқылы ойынға қосу әдісі. Шындық: осы ойында әртүрлі ойынға қосу әдістері болады. Қазір енді бүгін қарастырыла кететін ойын әдісі, ол допты төменнен тіке тура беру арқылы ойынға қосу. Шынтақ буыннан белгілі бір қолмен белдің деңгейіне допты алға ұстап тұрады. Екінші қол сермеу үшін артқа қарай созылады. Допты алға сәл лақтыру арқылы допты ойынға қосады. Допты төменнен қабылдау әдісін үйрету. Ұшып келе жатқан доптың шапшаңдығына сәйкес қолын жай ғана тосады және білегін артқа төмен қарай тартып соққыны азайтады. Яғни бағанағы жоғарыда аталып өткен тәсілді допты ұшып келе жатқан доптың қарқындылығын, шапшаңдығын азайту арқылы допты өзімізге керекті жақта жіберуге болады. Яғни слайдта көріп тұрғаныңыздай доптардың беру, қабылдау әдістері көрсетілген. Енді волейболшының тұрысы, негізгі тұрысы, ол жәнегі екі аяғы иық деңгейінде, тіземіз сәл бүгілген, екі қолымыз алға қарай сәл еңкейіп. Бұл тұрыста, бұл негізгі тұрыс жәнегі волейболшының қандай да бір әрекетіне, ыңғайлы қозғалысына жасалған ойын тұрысының бірі.
Себебі допты енді төменнен жоғарыдан қабылдап алса да, осы тұрысты кезінде оларға ыңғайлы. Допты жоғарыдан беру тәсілі көрсетілген. Допты төменнен қабылдау, допты ойынға қосу әдістері, қандай әдістер, жәнегі біз жоғарыда аталып өткен тәсілдері слайдта көрсетілген. Допты жоғарыдан беру. Допты жоғарыдан екі қолмен артқа қарай беру тәсілдері. Допты жоғарыдан екі қолмен артқа құлап алу. Допты жоғарыдан екі қолмен жанға құлап алу. Яғни волейбол ойынында өте көп тәсілдер, және осы тәсілдердің бәрін толық меңгерген кезде ғана ойынның жақсы бір нәтижесін көруге болады. Енді бүгінгі жәнегі волейбол сеткасының көлеміне тоқтала кетсек, тордың ені 1 метр, ұзындығы 9,5 метр. Яғни әрбір жастағы балаларға жас ерекшелігіне сәйкес тордың сетканың биіктігі көрсетілген. Мысалы, бұл балдарға 13-14 жастағы балдар үшін 2 метр 20 сантиметр тордың биігі болу керек. Ал егер 15-16 жастағы балдар үшін 2 метр 35 сантиметр. Ал енді 17-18 жастағы балдар үшін 2 метр 43 сантиметр тордың биіктігі болуы тиіс. Қыздарға келетін болсақ, 13-14 жастағы қыздарға 2 метр 10 сантиметр болады сетканың тордың биіктігі. 15-16 жастағы қыз балдарға 2 метр 20 сантиметр. 17-18 жастағы қыз балдарға 2 метр 24 сантиметр тордың жәнегі биіктігі болу тиіс. Допқа келетін болсақ, доптың салмағы 260-280 грамм болу тиіс. Енді бүгінгі дәріс сабағымыздың қорытындылай келе үйге беретін деңгейлік тапсырмалар, мына жоғарыда көрсетілген тапсырмаларды арнайы келесі сабақ кестесі бойынша болатын практикалық сабақ кезінде осының бәріне жауаптарымыз дайын болу керек. Содан кейін үйге берілетін тапсырма, яғни практикалық сабақта жәнегі дәріс сабағында тоқталып кеткен әдістерді практикалық сабақтарында қайталаймыз. Содан кейін үй тапсырмасы осы берілген тақырыптарды, жәнегі әдістерді допты жоғарыдан алу, допты төменнен тіке беру, ойынға қосу әдісі, ойынның негізгі тұрысы, осыны үйде жаттығып машықтанамыз, қайта-қайта қайталаймыз. Содан кейін сабақ кестесі бойынша практикалық сабақта келесі сабағымызда осыны тағы бір қайталап өтеміз. Содан кейін қорытынды ретінде осыны бағалауға және өткен тақырып дәріс сабағына біз видео түсіріп, әр студент өзінің жасаған әрекеттерін видеоға түсіріп жіберуіңіз керек. Сонымен бүгінгі дәріс сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі практикалық сабақта жүздескенше сау сәлеметте болыңыздар.